Жұмадағы жүздесу былтыр осындай атаумен Жайық пресс медиа холдингі жаңа жобаны қолға алған еді. Соның аясында ел арасынан шыққан талай тұлға жас буынмен дидарласып тағылымды әңгіме өрбітті. Өмірлік азық болар ақыл кеңестермен бөлісті. Жаңа жылдың алғашқы қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері, құрмет орденінің иегері, белгілі айтыскер ақын Шолпан Қыдырниязова болды. Рухани шарадан оралған тілшіміз толығырақ айтып береді. Өнер тек арқылы дариды. Ақын ұлағатты ұстаз Шолпан Қыдырниязованың пікірі бұл. Әр сөзі мірдің оғындай нысанаға дөп тиіп, көңілдің көзін аша білетін оның өзі де осындай ортада өсіп өнген. Әкесі Батыр Қыдырниязов елге танымал ақын журналист, ал анасы Бибі Бәтима сөзге ұста, сегіз қырлы бір тілі жан болған деседі. Әу баста оянған өнерге деген іңкәрлік сезімі оны айтыс әлеміне адастырмай алып келді. Талай сахнада аузын айға білеген ақындармен үзеңгі қағыстыра сөз жарыстырды. Есептеп қараса 51 мәрте сөз бәйгесінде бағын сынаған екен. Алайда жарқ етіп көріну мақсатым емес еді. Осы бір қазақпен бірге жасасып келе жатқан киелі өнерді кейінгілерге жеткізуді парыз санадым дейді кейіпкеріміз. Бұлттар аспанымда ұшады, берекелі бейбіт күнді жырлатқан, жасай берсін туған елдің құшағы. Айтыс ақыны болу қыздарға оңай емес. Соны жақсы түсінуіміз керек. Осы айтыста шыңдалып шықтық. Сол мен кіммен қашан айтыстым, кіммен неше рет айтыстым, ол менің кітаптарымда, өзімнің архивтерімде барлығы қатталған. Оған енді менің ең өте жақсы көріп сыйлайтын республикалық дәрежедегі ақын, мен онымен сахнада айтысқан жоқпын. Айтыс дейтін қысқа метражды кино түсірілгенде, фильм түсірілгенде мен соныменен сонда айтыстым, ол Манап Көкен деген мықты ақын болды. Ақындық аспанында еркін қалықтаған Шолпан Қыдырниязова тіршілікке де ерте араласты. Еңбек туы газетінде мақалалары басылды. Сондай-ақ ол талай ұрпақтың санасына сәуле құйған ұлағатты ұстаз. Заманына қарай адамы демекші зейнеткерлікке шықса да қол қусырып қарап отырған жоқ. Бүгінде әлеуметтік желіде апамыздың өз оқырманы бар. Менің тәрбие сағатым айдарымен үзбей жарық көретін жазбалары жастардың өміріне темір қазық іспетті. Шара барысында замандастары жүрек жарды лебізін жеткізді. Қазақ тілінің айтысы болып, сол кезде енді айтысу керек болды енді. Ақын деп аталғаннан кейін айтысу керек. Жүрек толқиды, жалпы қорқыныш бар. Бұл кезде ат үркеді атынан. Соны амал жоқ, алдына барып айтыстық қой. Жоқ, қарайым, жеңгемде мейірім бар. Ол осы төпелеп, мен осыны қақыратып жібере қойайын деген ой болмайды екен бұл кісіде. Бұл кісі айтыс жасады. Шолпан Қыдырниязова сондай-ақ көпшілікке жақсы таныс, әкемен сырласу, Ақжайық сынды бірнеше әннің сөзін жазған. Кеш барысында өнерпаздар сол әндерді жарыса орындап, шараның шырайына аша түсті. Ақынның шығармашылығы туралы салиқалы әңгіме айтылған басқосудан келушілер де салмақты ой түйіп қайтты. Назерке Тоғжан, Айбек Сағынғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.